Анатолий Бирюков 1939 жылы 18 ақпанда Мәскеу түбіндегі Чехов қаласында дүниеге келген. Әкесі Николай Бирюков Кеңес армиясының әскери қолбасшысы, генерал-лейтенант, Кеңес одағының батыры. Ол өз баласын қатаң тәрбиелеген және оның биіктерден көрінетін азамат болуын армандады. Бирюков өзінің алғашқы кісі өлтіруін 1977 жылы 16 қыркүйекте жасады. Мәскеу қаласында қыдырып жүріп, Бирюков Маршал Березова көшесіндегі бала асханасының жанында тұрған 3 айлық баласы бар сәби арбасын байқайды. Сәбидің анасы жоқ болған. Бирюков осы сәтті пайдаланып, баланы жақын жердегі үйлердің біреуіне кіргізді. 3 және 4 қабат арасына келіп, баланы арбадан алып терезе алдына қойды және жаялығын шешті.